Сәлем достар, сіздермен бүгін жылдам дайындалатын кешкі ас рецептісімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта жаңа рецептерді көру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен табаға май құйып қызған соң, туралған етімізді салып, қуыратын боламыз. Үстіне пияз салып, тағы да қуырып аламыз. Артынан қызанақ және де сарымсақты күштен өткізіп, тағы да қуырамыз. Үстіне тұз, бұрыш салып, табанның бетін жауып, ет піскенше 10-15 минуттай бұқтыратын боламыз. Болгар бұрышын тең бөлікке бөліп, жаңағы піскен етімізді үстіне салып шығамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында ұстаймыз. Болгар бұрышы піскеннен кейін үстіне ірімшікті салып, тағы да қызып тұрған пеште 2-3 минут көлемінде ұстаймыз. Біздің өте дәмді кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.